Мен кейде өзімді жақсы ата-ана санаймын. Балама тамақ бердім, киімін әпердім, мектепке жібердім. Ал оның жүрегіне не бердім? Осыны ойлай бермеппін. Шаршаған күнімде дауысым қаттырақ шықты. Тәртіп үшін деп ақтадым. Ашумен айтқан сөзімді тәрбие деп атадым. Ал бала сол сөзді жүрегіне түйіп алды. Мен бір рет айқайладым деп ойладым. Ал бала күнде қорқып өмір сүрді. Мен қол көтермедім дедім. Ал бала сөзден жараланды. Зорлық зомбылық тек ұру емес екенін кеш түсіндім. Ол тыңдамау, ол менсінбеу, ол үндеме деген бір ауыз сөз. Бала ата-ананың ашуын емес, қамқорлығын естуі керек еді. Қорқынышты емес, қауіпсіздікті сезінуі керек еді. Зорлық зомбылықтың алдын алу заңнан емес, жүректен басталады. Баланы емес, өзімізді тәрбиелейік. Себебі бала біздің айнамыз. Зорлық зомбылық тек ұру емес. Ол тыңдамау, ол менсінбеу, ол үндеме деген бір ауыз сөз. Бүгін мен өзіме сұрақ қоямын. Егер менің әр сөзімді бала ертең өзіне айтып жүрсе, мен ұялар ма едім?